Ол көк тасты үлкен тас болған, шамасы 1 метрдің биіктігінде. Ол тасты адамдар емдеу үшін сындырып алып кеткен, үйлеріне апарып қойып. Содан қазір кішкентай табақтай ғана қалған. Сосын 30 жыл қайтыс болған кезде 1 жыл бұрын 31 жыл қайтыс болды ғой. 30 жылы күзде ас береді өзін, хабар береді, мәшһүр қайтыс болды деп. Елдер жиналып келген кезде мәшһүр тірі екен. Сосын айтады, сіз қайтыс болды деп едіңіз, сол үшін келдік қой деген айтады. Сендер 31 жылы маған ас бермек тұрғыр, сендер менің мына 500 метр жерге менің сүйегімді апаратын көлік таппайсыңдар дейді. Аттарында болмайды, жаяу апарасыңдар дейді. Неге дегенде аштық басталады. Сендер білмейсіңдер ғой, қатты аштық болатын деп. Сол 30 жыл күзде өзінің зиратын қазып дайындап бітіріп, барлығын асын беріп, жаназасын шығартып дайындайды, 31 жылы қайтыс болады. 31 жыл содан кейін адамдар әкеліп осыны жерлеген. Бірақ қалай қазатын, жаңағы 5-6 жыл бойы қазған кезде ана төмен жағынан саты қылған, төмен қарай түсетін қылдырып, сосын мына ішін көен кеңіріп қазған, сосын денем менің 40 жылға дейін шірмейді деген, киімімді ауыстырып отырсаңдар болды деп. Және ол кісіні жерлегеннен кейін адам, кез келген адам қайтыс болғанда тырнағы, шашы өсіп кетеді, сақалы өсіп кетеді. Ол кісінің сақалы, шашы ештеңесі өспейді, бірақ денесі бүлкілдеп сол, және ішіндегі қарны солай тұрады.